Бір әлім адам жапанда келе жатып, аяқ астында бір үлкен тасқа сүрініп жығылып қалады да ойлайды. Бұл тас адамға зиян келтіретін тас екен. Жолдан алып тастайын, деп шешті. Сол ойымен тасты көтеріп еді, астынан бір сандық шықты. Сандықты ашып қалып еді, ішінен бір жылан шығып, шағамын деп әлімге ұмтылады. Әлім айтты: мен сені қараңғы, тар жерден тұтқыннан шығардым. Жақсылыққа жамандық бар ма? Жылан айтты: бар, деп. Әлім сонда: олай болса, біреуге жүгінелік, төре саған тисе, шағарсың мені, деп. Жылан да бұл сөзге тоқтап, екеуі келе жатып, түйеге жолықты. Түйеге бұлар іс жайдың мәнін айтып еді, сонда түйе айтты: жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, мен адамның қаншама ауыр жүгін, мүлкін тасып, өмірімше қызмет істесем де, адам қай уақытта шамамнан тысқары жүк артады да, жүре алмасам ұрып соғып ренжітеді. Жылан мұны естіп, әлімнің мойнына бір оралады. Әлім мен жылан ары қарай жеміс ағашына келеді де, мән жайды айтып береді. Сонда жеміс ағаш айтады: жақсылыққа жамандық бар. Неге десеңіз, менің жемісіммен қаншама адам күн көріп пайдаланып тұрса да, жемісімді жан ауыртпай қолмен алмай, түбімнен қатты ұрып жемістерді жерге түсіріп алып жейді, дейді. Мұны естіген жылан әлімнің мойнына тағы бір рет оралады. Онан кетіп, екеуі бір итке жолығады. Итке мән жайды айтып еді, ит оларға: жақсылыққа жамандық бар. Мен иеме қанша күн-түн ұйықтамай, мал-мүлкін күзетіп, қызмет қылып едім. Ақырында мен қартайып ауру болғанымда, таяқтап ұрып мені қуып жіберді, дейді. Жылан әлімнің мойнына және бір оралып: шағамын енді, дейді. Әлім сонда: енді тағы біреуге жүгінелік, төрелік тағы саған тисе, шаға бер, дейді. Сонан екеуі шығып, бір топ ойнап жүрген балаларға келеді. Ішінде бір бала әлімге сәлем береді. Әлім сәлемін алып, сол балаға істердің мәнін айтты. Бала естіп болып: әй, ата, бекер сөйлейсің. Мұна кіп-кішкентай қобдишаға мойныңа 3 оралған әйдік жылан сыюшы ме еді? Сонда жылан да айтты: бұл сөз рас, деп. Бала тіпті сенбейді. Бұл сөзге көзбен көрмей кісі сеніп болмас, деп бала да қоймайды. Сонда жылан баланы сендіру үшін иіріліп барды да манағы сандыққа кіріп жатты. Бала сонда тарс еткізіп сандықты жауып бекітті де, әлімге апарып, алған орныңызға қойыңыз, деді.